Жүйке жасушасының құрылысы мен қызметі. Жүйке жүйесінің құрылымдық және қызметтік атқару бірлігі жүйке жасушасы нейрон болып табылады. Нейрондар ақпаратты қабылдауға, өңдеуге, кодтауға, таратуға, сонымен қатар сақтауға, тітіркенулерге, жауап ұйымдастыруға, басқа нейрондармен және мүше жасушалармен байланыс орнатуға қабілетті жасушалар болып табылады. Нейронның қосалқы жасушалары нейроглия мен глия, немесе серік жасушалар. Олардың саны едәуір көп. Глия жасушалары нейрондарды қоршап, қоректік және қорғаныштық қызмет атқарады. Енді нейронның құрылысымен танысайық. Ол үшін сурет алып кеп аламыз, нейронның суретін. Нейронның қысқа өсінділері болады. Оларды дендриттер деп атайды. Және де нейронның денесі болады. Ортасында ядро орналасады. Нейронның ұзын өсінділері аксондар. Аксонның сыртын майлы қабық миелинді қабықшамен қапталады. Сонымен қатар швам жасушалары болады. Және де әрбір аксонның бөліктерін бунақтарға бөліп тұратын ранве бунағы болады. Сонымен бірге аксонның тармақтары болады. Аксонның үш жағы тармақталады. Дендриттердің ұшында арнайы рецептор мембраналары болады. Соған байланысты қозу жасуша денесінен тез өтеді. Яғни жүйке импульсы дендриттер бойынша жасушаның денесіне өтеді екен. Ұзын өсіндісі аксон бойынша импульс нейрон жасуша денесінен басқа жасушаларға беріледі. Аксонның миелинденген және миелинденбеген қабықшалары болады. Енді сол қабықшаларға тоқталайық. Егер аксонда швам жасушалары нашар көрінетін болса, ранве мүлдем анықталмаса, мұндай талшықтар миелинденбеген деп аталынады. Ал егер де швам
жасушалары арасында ранве бунағы анық байқалмаса, онда оны миелинген деп атайды. Нейронның ұшы аксон басқа жасушалармен ретсіз байланыспайды. Арнайы құрылымдар синапстар арқылы байланысады. Енді осы байланысу түрлеріне тоқталатын болса, синап байланысу жүзеге асыру үшін 3 түрлі байланысу түрімен танысамыз. Яғни синапстың 3 түрі болады. Бірінші, егер синапс бір нейронның басқа нейронмен түйісу орнында түзілсе, бұл нейрон синапсы болып табылады. Егер бұлшықет жасушасымен байланысса, онда бұл нейрон бұлшықет синапсы болады. Егер нейрон безді эпителий жасушасымен байланысса, бұл нейрон безді синапсы болып табылады. Балқаш қаласы Абай атындағы номері 2-ші мектеп-лицейінің биология пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Көккөзова Нұргүл Ашимовна.